Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен сендерді көргеніме қуаныштымын. Ал ендеше біз сендермен 3 тілде амандасайық. Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Hello. Балалар, бізге қонаққа кірпік шешең келіп қалыпты. Ол құрбоз келмепті. Қорапшасы бар екен. Ашып көреміз бе? Жақсы. Балалар, қараңдаршы. Бұл жай емес, сиқырлы қорап секілді. Ендеше ашып көрейік. Балалар, бұл алтын түсті жапырақтар ғой. Қандай әдемі, солай емес пе? Дұрыс айтасыңдар, олар өте әдемі екен. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Өте дұрыс, қазір жылдың күз мезгілі. Ал сендер күз екенін қайдан білдіңдер? Өте жақсы, күн суытып, ағаштардың жапырақтары түсіп жатыр. Ал ендеше күзді неге алтын күз деп атайды? Өте керемет, өйткені дала сап-сары түске оранады, жапырақтар сары, өте керемет көрініс көре аламыз. Күз мезгілінде табиғатта қандай құбылыстар болады? Өте тамаша айтасыңдар. Күз мезгілінде жауын-шашын, күн суық болады, жер лас болады. Өте тамаша, жарайсыңдар балалар. Балалар, сендер күз мезгілін орыс тілінде қалай аталатынын білесіңдер ме? Жоқ? Ендеше біз сендермен бүгін жаттайтын боламыз. Ендеше менің артымнан қайталаңдар. Күз, осень, жаңбыр, дождь, жапырақ, листья. Ал енді тағы қайталайық. Күз, осень, жаңбыр, дождь, жапырақ, листья. Жарайсыңдар балалар. Балалар, мен сендерге сурет бойынша әңгіме құрастырамын. Сосын сендер құрастыратын боласыңдар. Ал ендеше мені мұқият тыңдаймыз. Күз мезгілі жаз мезгілінен кейін келеді. Күз мезгілінде күннен түн ұзарады. Күзде күн суытады, жауын-шашын көп болады. Күзде ағаш жапырақтары сарғаяды, жел соғады, ағаштар тербеледі, жапырақтар жерге қалықтап түседі. Құстар жылы жаққа ұшады. Жиын-терін басталады. Сонымен бірге көптеген өзгерістер болады. Күзде жаз мезгіліндегідей күн ыстық болмайды. Күн суытады, жаңбыр жауады. Адамдар жылы киінеді. Балалар, қанеки, біз сендермен сергіту сәтін жасайық. Орнымыздан тұрып, ортаға шығайық. Менің артымнан қайталаңдар. Таң атты, күн шықты. Аспанды
бұлт жапты, жел тұрды, жаңбыр жауды, найзағай сарт сорт етті. Жарайсыңдар балалар, көп рахмет, орындарымызға жайғасып отырамыз. Балалар, мен сендерге алтын күз туралы тақпақ оқып бергім келіп отыр. Мені мұқият тыңдаңдар. Жемісі мол теретін күз дос екен бізбенен, бәрін тауып беретін жомарт екен күз деген. Балалар, бұл өлеңде не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар. Бұл өлеңде алтын күздің қолында екі себеті бар екен жайында айтылған. Балалар, қараңдаршы, себеттерде не бар екен? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жемістер мен көкөністер екен. Енді осыған байланысты қане бәріміз айтайық. Көкөністер, овощи, жемістер, фрукты. Тағы да қайталайық. Көкөністер, овощи, жемістер, фрукты. Жарайсыңдар балалар. Күз айында жемістер мен көкөністер піседі. Жемістер бақта өседі, көкөністер бақшада өседі. Енді сендер маған жемістер мен көкөністерді айтыңдаршы. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал енді балалар, ойын ойнаймыз. Балалар, енді біз сендермен дидактикалық ойын ойнайтын боламыз. Ойынның аты топтап жина деп аталады. Ойынның шартына келетін болсақ, жемістерді көкөністерден ажыратып, топтап жинауға үйрету болып келеді. Ал ендеше біз ойынымызға кірісейік. Айлана, сен қандай жемістерді жинадың? Жарайсың. Алма, шие, алмұрт. Яғни сен жемістерді жинаған екенсің. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Балалар, біз сендермен тіл ұстарту жаттығуын жасайтын боламыз. Мені мұқият тыңдап, менімен қайталаймыз. Үз, үз, жаңбырлы күз. Рақ, саулайды жапырақ. Ел, соғады жел. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін біздің ұйымдастырылған оқу қызметіміз өз мәресіне жетті. Сонымен балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Өте дұрыс. Қазір күз мезгілі. Ал күз мезгілінде табиғатта қандай өзгерістер болады екен? Өте жақсы. Жаңбыр жауады, ағаштар тербеліп, олардың жапырақтары жерге түседі. Жапырақтар сары түске айналады екен, е? Жақсы. Күз мезгілінде жапырақтар қандай түске боялады? Сары түске боялады екен, е? Жарайсыңдар балалар. Бүгін барлықтарын сабаққа
жақсы қатыстыңдар. Сендерге көп-көп рахмет. Сау болыңдар.